Баршаңызға сәлем. Жасалуы оңай, сатылымға арналған айсти дайындайтын боламыз. Менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта түрлі шеберлік сабақтарымен бөлісетін боламын. Ең алдымен кастрюлемізді пешімізге қойып, 5 литр суымызды құятын боламыз. Су қайнап бір апельсин, жарты лимон қажет. Қалауыңызша әртүрлі бөліктерге бөліп ыдысымызға салатын боламыз. Алма керек, 2-3 алма болса болады. Үлкен көлемді алма болса 2 жеткілікті, кішірек болса 3-4 алма қоссаңыз да болады. Жалбызымызды да жуып, ыдысымызға салып, алдын ала дайындап қоямыз. Қазанымыз қайнап шықты. Каркадемізді, құмшекерімізді салып, араластырып, 2-3 минут қантымыз ерігенше қойып қоямыз. 2-3 минуттай қайнағаннан кейін каркаделерімізді сүзіп аламыз. Бұл каркаделерімізді тастамай, тағы да 2-3 литр суға қайнатып алсаңыздар болады. Одан кейін жалбызымызды, жемістерімізді салып 15-20 минутқа қайнатып аламыз. 15-20 минуттан кейін астын өшіріп, толық суытып, суығаннан кейін баклажкамызге, графинімізге салып ұсына береміз. Өте дәмді, балаларыңызға, отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде баршаңызға ас болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады.